Енді Құдайға шүкір, енді біздің айырмашылығымыз, біз шекара мәселесін барлық көршімен анықтап алдық. Оның барлығы біріккен ұлттар ұйымында тіркелді. Жақында біздің аймақта 3 мемлекет, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан өзінің шекараларын айқындап алды. Үлкен жұмыс жасалды. Біздің сыртқы істер министрлігі де, президентіміз де бұл туралы арнайы мәлімдеме жасады. Өйткені біздің аймақта кез келген дағдарыс, кез келген осындай конфликт сөзсіз бүкіл аймақтың экономикасына теріс әсер ететіні анық. Ал енді Үндістан мен Пакистанға келетін болсақ, енді ол жақта жаңағы Кашмир дейтін үлкен аймақ бар. Халқы да көп, бір жағы мұсылман, бір жағы үнді діндерінде жүрген халықтар. Ол енді шын айту керек, бір жағынан дәстүрлі қақтығысқа айналып кетті. Екінші жағынан енді асқан кедейшіліктің мәселесі бар. Осы бірнеше фактор айналып келген кезде шекара мәселесін ушықтыра береді. Екеуі де ядролық мемлекет, яғни мәселенің әскери шешімі жоқ. Сондықтан қалай болғанда да енді бірте-бірте бәлкім экономикасы дамитын болса, инвестиция келетін болса, бәлкім екі мемлекетте бір ықтияр, бір ықылас пайда болуы ықтимал. Оған дейін өкінішке орай жағдай мәселе. Сіздің пікіріңізше бейбіт келісіммен шешіле ме, немесе үлкен қақтығысқа? Жоқ, енді айтып отырмын ғой, енді қазір енді мәселе шешілді, қанша уақытқа екенін білмеймін, бірақ олардың өздерінің бір циклдері бар. 4-5 жыл сайын бір-бірін зеңбірекпен, ұшақпен атқылап, быт-шыттарын шығарып, суды бекітіп, бір-біріне қарғыс лағнет айтып, бірақ тарқайтын мәдениеті бар. Және бір айтып отырмын ғой, бір театрландырған шоуға айналып кеткенде сияқты. Өкінішке орай. Бірақ енді ең жаманы енді адам өліп жатыр, басқа болып жатыр. Ол да жақсылыққа келмейді. Қазақстанмен де қарым-қатынастарымыз бар, туризм бар, басқасы бар дегендей. Сондықтан енді қалай болғанда да түбі бейбіт келісіммен аяқталу керек қой.